Саламатсыздар ма, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге өте керемет әрі тез уақытта дайын болатын осындай керемет балғын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп тіркеліп кетсеңіздер, ұнаса лайк басып, комментария қалдырсаңыздар, және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше тортымызды жасауды бастаймыз. Бұл пирожный жасау үшін бізге қажет болады таза бал қажет болады, шекер қажет болады, разрыхитель және сода қажет болады, ұн, жұмыртқа және де сұйық май мен ыстық су қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне шекерімізді саламыз. Енді аппақ көбік болғанша жақсылап миксерлейміз. Массамыз екі есе ұлғайды. Енді ұнымызды салып, аз-аздан миксерлейтін боламыз. Енді массамызды бір шетке алып қоя тұрамыз. Өте қатты буы шығып тұрған ыстық суды 4 қасығын осы балдың үстіне құямыз. Шамал араластырып жіберіп, үстіне разрыхитель мен содамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз ұлғайып жатыр. Тура осы массаны сұйық массамыздың үстіне қосамыз. Осы массаның үстіне 4 қасық сұйық майдан қоямыз. Енді барлығын жақсылап біріктіреміз. Бізде осындай біркелкі әдемі сұйық масса шығады. Енді осыны 3-ке бөліп пісіріп алатын боламыз. Осылай 4 бұрышты ыдысқа пісіремін. Фольгадан мен осындай 4 бұрышты етіп форма дайындап алдым. Бұл форманы міндетті түрде мынандай ыдыстың үстіне қою керек. Әйтпесе массамызды құйып алып, оны формаға салған кезде жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан барынша противенге салып барып құясыздар. Массаны теңдей 3 бөлікке бөлеміз.
180 градуста 10-12 минут аралығында қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Қожықтарымыз пісіп суығанша біз кремін дайындайтын боламыз. Салқын сливкеменде. Және де осы сливкенің үстіне вареная сгущенка салатын боламын. Сапалы, жақсы вареная сгущенка қолданған дұрыс негізі. Сонда тортымызда дәмді шығатын болады. Жақсылап қою масса болғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді осыны суыған бисквиттің үстіне салып бисквитімізді жинайтын боламыз. Мен осы кремнен бетін әрлеуге бір қасықтай ап қаламын. Үстіне какао салып шоколадный түске енгенше араластырамыз. Бұл біздің бетін әрлеуге қажет болады. Бұны ап қалу міндетті емес. Әсемдік үшін алып қалсаңыздар болады. Коржықтарымыз пісті. Өте нәзік, өте жұмсақ. Осыны формаға салып сразу жайғастырамыз. Осылай. Ешқандай пропитканы қажет етпейді. Осылай 3 коржығымызды қойып аламыз да, сразу кремімізді 3-ке бөліп салатын боламыз. Егер крем жетпей қалады десеңіздер, теңдей етіп бөліп алсаңыздар болады. Таразымен өлшеп, немесе көз мөлшерімен бөліп салсаңыздар болады. Келесі коржық саламыз. Осылай барлығын жинап шығатын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді тортымызды холодильникке 15-20 минутқа қойып алатын боламыз. Тортымыз холодильникте тұрған уақытта біз жаңағы алып қалған азғантай кремнің үстіне какао салатын боламын. Көп салып жіберуге болмайды, өйткені өте қатты қою болып қалуы мүмкін. Жақсылап араластырамыз осылай. Мінекей біздің креміміз, бетіне әрлейтін креміміз дайын болды. Мындай арасында ешқандай түйіршік болмау керек. Бұл түйіршікті қазір кондитерский мешокта салған кезде жақсылап араластырып біріктіретін боламыз. Егер кондитерский мешок болмаса, кәдімгі салапан пакетке салып әрлесеңіздер болады. Екі бетін неғылып, бір-біріне осылай жақсылап ішіндегі түйірлерін жазып алсақ болады. Өйткені бізге қазір жұмыс жасауымызға ол кедергі болады. Сондықтан барынша жақсылап араластырып алғанымыз дұрыс. Кондитерский мешокқа құйған шоколадный сместі осылай узор етіп жасаймыз. Шпажкамен осылай сызып шықсаңыздар да болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Сіздерге кесіп көрсететін болам. Балғындығын қараңыздар, өте нәзік. Бұны заказға жасасаңыздар да, кез келген қонаққа жасасаңыздар да өкінбейсіздер. Дастарханның сәні болатын ерекше балды торт. Описанияға толық рецепті қалдырып кететін боламын. Тез уақытта өте дәмді әрі осындай керемет тортты
жасап отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Арасын қараңыздар, не деген әдемі, деген нәзік, бұлқылдап тұрған керемет торт. Сіздермен болған мен, Гүлжанар, сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бізге ас болсын.